Ауыр болса да айтайын жігіттер, бізге не болды? Біз бұндай емес едік қой деген ой кейде мазалайды. Бізде қасқыр қалмады, жоқтың қасы, иттірлікке айналды кәрі жасы. Көк бөріге теңеген ұрпақ едік, шүйберіге айналды текті басы дейді. Кейінгі жағдайлар Құдайдай адамды сүймейді. Онсыз да шықпа жаным шықпа деп жүргенде қара халық, жігіттер бізге бірлік керек. Дәл осы бетімізден қайтпайтын болсақ, бір-бірімізді жеп біз ел болмаймыз. Құдайдың тыныш заманы наданға айналды адамы дейді. Бір-бірін жеп құртуда жігіттердің жаманы дейді. Ойланайық жігіттер, бізге бірлік керек. Аруақ десе шошынып, Аллаға серік қосып жатыр дейтіндер көбейді. Атам қазақ әуелден жауға шапқанда, аруақ деп ат ойлағанын кітап оқымай өскен адам ғана білмес. Қазақтың көптеген батырлық жырларында бас кейіпкер болашақ батырдың атанасы Құдайдан бала сұрап, әулиеден әулие қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып, ел кезіп, әулиенің басына түнейді. Сонда өң мен түстің арасында оған жолығатын, ақ сәлдесі басында, ақ есегі астында, ақ таяғы қолында, өзі хақтың жолында бір ақсақал келіп, бар әулие жиылып сен үшін дұға еттік. Алла тілегіңді қабыл етті, ұлды боласың дейді. Ал қыз жібек жырында төлегенді шығарып салып тұрған анасы оны әуелі Аллаға, екінші әулие әнбилерге тапсырып тұрып айтатын сөздерін еске түсірейік. Баба тіпті шашты әзіз, баламды сізге тапсырдым, ғашықтардың пірі Бибі Фатима, баламды сізге тапсырдым, адасса қолдап алып жүр, сүрінсе жолға салып жүр деп қаншама әулиелердің атын атайды. Қазақтың әрбір руының ұраны бар. Осы ата ұрпақтарына ұран болған бабалар да қасиет қонған, әулие атанған адамдар. Жауға шапқанда олардың атын атап немесе жалпылай аруақ деп ұрандаудың себебі де, я әулие баба, біз үшін сенде Алладан дұға тіле деген ойдан туған. Қазақтың жеке бір руы жауға шапқанда Ойбас, Райымбек, Қожахмет деген секілді ұрандаса, бүкіл қазақ бірігіп шапқанда жамырамай аруақ деп атой салуы сырттан құлақ түрген адамға ура болып естілетіні рас нәрсе. Бірақ бұл енді басқа әңгіме.